бала өзіне сенетін адамды, менің эмоциямды көтере алады ау деген адамның жанында ғана ол өзін еркін сезіне алады. Мысалы балабақшада ол бәрібір дегенмен қанша жақсы балабақша болса да, оған тыйым салады, оған айқайлап жалауға болмайды, бөтен балаларға тиісуге болмайды, мынаны ойнағысы келеді, бірақ басқа бала тартып алады, түрлі нәрселер іште жиналады. Сіз де өзіңізде кейде байқасаңыздар, жұмыста бір қиын жағдайлар болса, үйге келіп балаға келіп ашуланып қоятын ата-аналар бар да. Сондай сияқты балада түрлі эмоцияларды бастан кешіреді. Тіпті балабақшада емес, үйде телефон көріп отырған кезде бала мультфильм көреді, TikTok көреді, YouTube көреді, түрлі сезімдерді бастан кешіреді бала. Ол ана персонажға қарап жылағысы келуі мүмкін, жаны ашуы мүмкін, күлгісі келуі мүмкін, түрлі эмоциялар іште қалып кетеді. Сөйтеді балада үйге келіп, оның барлығы напряжение ғой, қысым іште. Соны бірден шығарады. Бұндайда баланы құшақтап, эмоциясын түсініп, кішкене ғана балаға қолдау білдіріп жіберсе, ол негізі тез басылатын нәрсе.